Бұқасыз бұзау мүмкін бе? Достар, қазір сіздерге сиырды қолдан ұрықтандырудың артықшылықтарын айтам. Бұрын фермердің табысы сиырға салған бұқасының сапасына қарап бағаланатын. Бұқасы мықты болса, төл жақсы, табысы да мол болмақ, ал әлсіз тұқымнан шыққан бұзау көп, шығын аз пайда. Қазір бұл тәуелділіктің алдын алуға болады, себебі қолдан ұрықтандыру фермерге таңдау еркіндігін береді. Сен енді өз ауылыңдағы емес, әлемнің үздік бұқаларынан да ұрық таңдай аласың. Франция, Канада, Голландия, бұл елдердің генетикасы енді сенің қораңда. Бір доза ұрық 5-10 мың теңге. Бұл бір бұқаның бір айлық, тіпті бір апталық азығынан да арзан. Оның үстіне бұқа ұстаудың машақатынан да құтыласың. Оның керек емес, жем керек емес, басқа малға қауіп төндірмейді дегендей. Бірақ бір шарт бар, қолдан ұрықтандыру жай сала салатын жұмыс емес. Малдың қашу мерзімін дәл табуың керек. Ол үшін не өзің, не арнайы маман бақылауда болуы тиіс. Нәтижесінде не аласың? Асыл тұқымды бұзау, жақсы салмақ, жоғары өнімділік, аз шығын. Яғни бұқасыз да бұзау алуға болады. Бұқасыз да табысты фермер болуға болады. Тек білім керек, жүйе керек, жауапкершілік керек. Достар, мына видеоны барынша WhatsApp топтары арқылы сиыр ұстайтын таныстарыңызға жіберіңіздер. Ірі қараға қатысты пайдалы ақпаратты біле жүрсін.